Бас сүйегі краниум деп аталады. Ми сауытынан және бет сауытынан құралады. Ми сауыты сүйектеріне маңдай сүйегі, ос фронтали, шеке сүйектері, ос париетали, шүйде сүйегі, ос оксипитали, самай сүйегі, ос семпорали, және сына сүйегі, ос сфеноидали, және тор сүйегі, ос этмоидалиден түседі. Ми сауыты сүйектері бірігіп, ми қорабын түзіп, миды сыртқы орта әсерінен қорғап тұрады. Бет сауыты сүйектеріне келетін болсақ, бет сауыты сүйектері мұрын сүйегі, өре сүйегі, мұрын сүйегі ос насали, өре сүйегі вомер, бет сүйегі ос зигоматикум, жоғарғы жақ максила, таңдай сүйегі ос палатинум, және төменгі жақ мандибуладан тұрады. Және бас сүйектеріне бірікпейтін тіл асты сүйегі ос хиоидоидынан құралған. Бет сауыты сүйектерінің қызметі бет әлпетін қалыптастыру және ас қорыту мен тыныс алу жүйесінің бастапқы бөлімдеріне тіректік қызмет атқарады.